Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге банафи пай пирогының рецептін ұсынамын. Бізге керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Електен өткізілген ұнға салқын сары майды салып, ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Крошка қамыр жасаймыз. Енді қант ұнтағы қопсытқыш сарыуызды салып, жақсылап қамыр ерейміз. Еренген қамырды формаға орналастырамыз. Үстін шанышқымен тесіп шығамыз. 180 градус қызып тұрған духовкада қызарғанша пісіріп аламыз. Қою сгущенканы үстінен жағып шығамыз. Бананды жіңішкелеп турап үстіне орналастырып шығамыз. Кремді жасаймыз. Ол үшін салқындатылған сливкеге қант ұнтағын қосып, миксер көмегімен араластырамыз. Масса қоюлана бастаған кезде сүзбелі ірімшікті салып араластырамыз. Крем дайын. Насадка орнатылған кондитер қапшығына салып аламыз. Кремді бетіне орналастырамыз. Әсемдік үшін үстіне какао сеуіп шығамыз. Жасалу жолы оңай. Банафи пай пирогымыз дайын. Сіздерге ас болсын.